Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте керемет, тез уақытта дайын болатын өте тойымды осындай хачапуридің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліңіздер және де лайк басып комментария қалдырыңыздар. Қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше хачапуридің жасалу барысын бастаймыз. Бізге хачапуриді дайындау үшін қажет болады бөлме температурасындағы сары май, сұйық май, жылы сүт, дрож, тұз және де аздаған шекер. Бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сұйық массаларды құямыз. Сүтті, майды барлығын құйып жібермейміз. Бір қасықтай май алып қаламыз. Және де сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқамызды саламыз. Тағы да аздап араластырып аламыз. Енді араластырған массаның үстіне құрғақ қоспаларды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қолға жабыспайтын әдемі біркелкі қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Бисмилля. Қамырымызды илеп болдық. Енді алып қалған бір қасық сұйық майды қамырдың үстіне толық жағып шығамыз осылай. Енді осыны 30-35 минут аралығындағы көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілуде тұрған уақытта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сыр немесе моцарелла немесе брынза қажет болады. Мен екі түрлі сыр қолданайын деп жатырмын, яғни сыр мен моцарелладан дайындаймын. Барлығын теркадан өткізіп аламыз. Мінекей барлығын өткізіп дайындап алдым. Енді қазір қамырымыз ашып қалды, соған жайып бастаймыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Мен арасында бір рет қайтарып жібердім. Сонда қамырымыз өте әдемі болып шығады. Енді осыны теңдей екі бөлікке бөлемін. Таразымен өлшесеңіздер де болады, немесе көз мөлшерімен бірдей етіп бөліп алыңыздар. Осылай зуалаға келтіріп аламыз. Ал енді шаямыз аздап. Расстойкада тұрған қамырды қатты нығыздап басуға болмайды. Барынша қолымыздың күшін салмай, жұқалап жайып аламыз.
шайған қамырды міндетті түрде осылай бір көтеріп аламыз. Қазір енді начинкасын саламыз. Бірінші алдымен осылай екі шетіне қарай саламыз. Лодка жасаймыз, яғни қайық формасында келтіріп міне осылай айналдырып отырасыздар. Сонда біздің сырымыз шетіне қарай шығып кетпейді. Сырдың үстін жауып, бір ішіне қарай кіргіземіз осылай. Келесі бетінде дәл солай сырды жақсылап жабамыз. Одан кейін айналдырып астына қарай кіргіземіз осылай. Осыны формаға аккуратно салып аламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді ішіне сырдан саламыз тағы да. Негізі сыры, брынзасы мол болса, өте дәмді шығады. Сондықтан барынша мол салуға тырысыңыздар. Міне. Лодканың ішін толтырып саламыз. Енді келесінде дәл осылай жасайтын боламыз. Нанымыздың екі шетіне жұмыртқа жағамын. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, жағып жіберем екі шетіне. Осылай. Және де екі жұмыртқа шығарып қойдым. Оны қазір пісуге жақын қалған кезде ортасына жарып қосып жіберемін. Енді 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ол піспей тұрып пісуге жақын қалған кезде екі жұмыртқаны міндетті түрде осының бетіне жарып қосып жіберемін. Міне біздің уже хачапурimiz пісуге жақын қалды. Енді үстіне бір жұмыртқаны жарып қосып жіберем осылай. Және де үстіне аздап тұз қосып жібереміз. Жұмыртқаның бетіне аздап тұз қосамыз. Енді қайтадан хачапурimizді қызартып пісіртіп аламыз. Мінекей біздің хачапурimiz дайын болды. Өте керемет болып шыққан. Өте нәзік, жұмсақ болып шыққан. Сіздерге қазір біреуін кесіп көрсетейін. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға тәтті жасап, қуантып жүре беріңіздер менімен бірге. Міне арасында өзінің сыры бар. Арасы толық піседі, уайымдамаңыздар. Және де осылай сарысына батырып ұсына бересіздер.